Менде қазір ютубта вообще ақша жоқ, 0 доллар 0 теңге болып тұр. Себебі 21 май 21 мамыр күні уже картаға аударылып қойған. Бүгін мына видео нешесі? Бүгін 28 мамыр 2024 жылы 28 мамыр уже түн болып отыр. 29 болды скоро. Міне Google AdSense деп тұр. Google AdSense-тен көріп жатырмын. 21 май примерно бір апта болыпты, уже аударылып қойған 2163 доллар, почти миллион теңгенің жобасында. Миллион теңгедей уже аударылып қойған. Қайда аударылды? Мінекей банкомат картамызды тіркеп қоюға болады. Картамызды, өзіміздің Каспий Голд картамызды, басқа картамыздың бәрін тіркеп беруге болады. Если что, екінші, үшінші карта ашатын болсақ, управление басып, дальше ары қарай екінші картаны аша беруге болады. Мінекей добавить способ дегенді басамыз да, ары қарай мінекей банковский картаны өзімізді басып, мына жерде міне жаңағы банктың атын жазамыз. Мысалы, ал мен Асылжан деп жаздық па, название банк дегенге жаңағы Каспий банк деп жазамыз. Мына жерде Swipbit дегенге ана KaspK деп жазылатын бар ғой, мысалы латынша KaspK деп па қалай? Осылай жазылатын бар, ана реквизитке кірсеңіздер бар. Сосын мына iBanJot деген типа ана KZ деп басылатын английский. KZ, екі бірнеше, мына жерде KZ деп примерно сол нәрселердің барлығы осы жерде жазылады. Сосын сохранить деген бассаңыз, болды, сіздің данныйыңыз тіркеледі, и сіздің картаңыз тіркеледі. Сосын айда примерно сол ақша осы жаққа түседі. Примерно екі карта тіркеп қойсаңыз, ол может бірінші айда мына жаққа, екінші айда мына жаққа түсетін деп істеп қоюға болады. Болмаса екі картаға бүйтіп бөлініп түсетін деп істеп қоюға болады деген сияқты бәрі осы Google AdSense-ның ішінде істеле береді. Бірақ мына Google AdSense дегенді монетизация қоспай тұрып ашып қоймаңыздар. Монетизация қосылған кезде өзі осы Google AdSense-ке заявка жіберетін жері бар. Сол кезде заявка жібересіздер. Оған дейін жақындамай қойыңыздар.